Кешегі аптан не болып жатыр өзі? Бүкіл жаңалықтың бәрі кешегі аптада апта қорытындысы сіздер күткен. 3 дүркін әлем чемпионымыз бар. Аллаға шүкір. Сіздермен бірге соққы арнасында апта қорытындысы. Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері. Жекпе-жек десе ішкен асын жерге қоятын сүйікті көрермен, сіздермен бірге Өстемір Әзіретханұлы. Кешегі апта UFC, еркін күрес, кәсіпқой бокс, жастар арасындағы әуесқой бокс барлығынан да жаңалықтарға толы болды. Және бұл жаңалықтардың барлығын біз сіздерге қысқа нұсқа форматта сіздерге бүгін жеткізетін боламыз, апта қорытындысын жасаймыз. Ең бірінші бізді қуантқан керемет жаңалық бұл ақш-тың Калифорния штатынан келді. Кешегі аптаның соңында кәсіпқой бокс кеші өткен болатын және сол жерде мексикалық Луис есімді 13 жеңісі бар, 13 жеңілісі бар және 3 тең нәтижесі бар жігітті біздің Бек Нұрмағанбет жеңді және екінші раундта нокаутпен жеңді. Бек Нұрмағанбеттің алдағы жекпе-жектеріне нақты сенімділік бергені сөзсіз. Енді өздеріңіз білесіздер, араға бір жарым ай ғана уақыт салып кешегі 12-ші жекпе-жегінен кейін бірден 13-ші жекпе-жегіне шығып отыр. Яғни рейтингтік жекпе-жек болғандықтан бұл жерде ешқандай әбестік жоқ деп өз басым есептеймін. Ең бастысы мықты қарсыластары әлі алда және оған Бек Нұрмағанбет үлкен тәжірибе жинақтап жатыр. Желтоқсан айында ақш-та тағы бір тамаша жекпе-жек өтеді және бұл жекпе-жектің ұйымдастырушысы Головкиннің бұрынғы промоутері Том Лефлер. Және бұл жекпе-жекте әрине біздің Садриддин Ахмедов шығады. Ал Садриддин Ахмедовті дәл қазір кім дайындап жатқанын білесіздер ме? Әрине Головкиннің бұрынғы бапкері Абель Санчес. Және Головкин жайлы да түрлі өзінің пікірлерін қосуда. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл Садриддин үшін, Садриддиннің алдағы мансабы үшін өте маңызды шешімдердің бірі. Ал жалпы бұл жекпе-жек жайлы бұл тақырыпқа кеңінен тоқталғанымды қаласаңыз, онда комментарий жазыңыздар. Құдай қаласа ертең сіздерге дәл осы Садриддин мен қарсыласының арасындағы болжамға және басқа да түрлі тақырыптарға кеңінен талдау жасайтын боламын. 3 дүркін әлем чемпионымыз, Аллаға мыңда бір шүкір, осында керемет біздің қазақтың бағына біткен Ризабектей жігітіміз бар екендігіне бұрындары ауызбен айтып бұл сөзге сенбейтін едік, тілек ететін едік әрине сөзбен. Бірақ жүрегіміз бұған сенуі кішкене қиындау еді. Бірақ барлық таптаурындарының барлығын бұзып жатқан Ризабекке әрине қазақ елі риза. Ересектер арасында әлем чемпионы болды. Мінекей 20 жасқа дейінгілер арасында тағы да әлем чемпионы болды. 23 жасқа дейінгілер арасында тағы да мінекей әлем чемпионы болып отыр. Бұндай қазақтың бағына біткен керемет жігітті, талантты қалайша қолдамайсың, қалайша жақсы көрмейсің. Енді Ризабекке тілейтініміз алдағы уақытта тек қана осы дәл қазіргі амбициясымен, дәл қазіргі бойында бар керемет талантымен, ешқандай мұқалмай 5 жыл, 10 жыл бойы осындай еңбекқорлығымен дәл осы салмақта топ жара берсе екен. Олимпиада шыңын, әлем шыңын әлі талай бағындыра берсе екен деген тәтті тілегіміз бар. Осы тілекке сіз де қосылсаңыз, онда әрине комментарий жазыңыздар. Ризабек жалпы қарсыластарының ешбірін сезбей өтті ғой. 1-8 ойындарында 11-0, 1-4 ойындарында 10-0 және жартылай финалда 7-4 және финалдық кездесуде 11-6 есебімен барлық қарсыластарын жеңіп шықты. Енді бұндай жігітке қалайша риза болмайсың? World Boxing ұйымдастырып жатқан жарысқа 4 боксшымыз барған болатын және ол боксшылардың барлығы да дәл қазір жеңіс жолында, яғни алдағы мансаптарына қарап отыра аламыз. Ал бұған жалпы қорытындыны мен Құдай қаласа сіздерге ұсынатын боламын жасап. Дәл қазір ең бастысы 4 жігітіміз де медаль аймағына ілігуге қатар тұр. Яғни ширек финалда, біреуі жартылай финалда. Сондықтан да World Boxing ұйымындағы спортшыларымызға, жастарымызға үлкен сәттілік тілейміз. Черногориядан келген жаңалық, Будва қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында дәл қазір қыздар құрамасы 12 боксшының 11-і дәл қазір жарыс жолында. Қазір 1-8, 1-4 ойындар өтуде және 1-8 ойындарының соңғы күндері алдағы уақытта 1-4, одан кейін жартылай финалдық кездесулер орын алатын болады. Жалпы 1-4 ойындары біткеннен кейін мен сіздерге арнайы шығарылым ұсынатын боламын. Дәл қазіргі жаңалық осындай. Ал ерлер құрамасы бойынша бізде жігіттеріміздің 8-і дәл қазір жарыс жолында, оның 6-ы 1-4 ойындарына өтті, 2-і бүгін анықталады 1-8 ойындарында. Енді олар 1-4-ке және одан кейін жартылай финалға өтсе екен деген тілегіміз бар. Жалпы 13 салмақ бойынша оның 5-і жарыс жолынан шығып қалды, 8-і жарыс жолында. Алдағы мансаптарына сәттілік тілейміз, жарысқа сәттілік тілейміз. Бір ғана өкінішті нәрсе, бұл жалпы кішкене емес, жеп-түйір қастандықтар орын алып жатыр. Яғни бармақ басты, көз қысты
көптеген дүниелер орын алуда. 2-3 жекпе-жек енді жеңіп тұрған жерімізден бізден жеңісті жұлып алды. Бірақ алдағы жігіттерге ондай қастандықтар болмаса екен деген тілегіміз бар. Ол тілектерді сіздер де комментарийға жазып спортшыларымызды қолдап қойыңыздар. Құрметті достар, біз ютубпен айналысып жатқанымызды білесіздер. Оның ішінде келіншегім де ютубпен айналысады және әсерлі әдебиет деген арнаны жүргізеді. Осы арнаға сіздерден қолдау күтеміз. Жалпы 1000 оқырманға ертерек жетсек екен деген тілегіміз бар. Осы бір тілекке сіз де өз үлесіңізді қоса отырып, төменде комментарийға қыстырып қоямын сілтемесін, сол жерге кіріп, арнаға тіркеліп қойыңыздар және кейбір видеолар, аудио кітаптар сіздерге ұнап жатса, әрине тыңдап өз қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар. Келесі жаңалық Жәнібек Әлімханұлына қатысты. Хамза Ширазбен шықпайды енді әжептәуір жыр болуда. Дәл қазір Хамза Шираз айтты, мен жаттығуымды бастап кеттім, 22 ақпан күні мен жекпе-жек өткіземін деп нақты түрде мәлімдеді. Ал Жәнібек ақпан айына мен дайын боламын деді. Енді ол жердегі маңызды бір мәселе, екеуі де енді мұсылман болғандықтан енді ораза ұстайтын шығар. Сондықтан ақпан айының соңына қарай енді ораза басталып кетеді. Соған дейін жекпе-жек өткізіп қалғысы келетіні белгілі болып отыр. Ал бұл аралықта Адамес бұл жерге қыстырылып үлгерді. Жалпы Мейірім Нұрсұлтанов пен Адамес шығуы мүмкін, WBC белбеуін тағы да қорғайды деген мәлімдемелер шыққан болатын. Ал қазір Адамес Жәнібекке Twitter арқылы қане кездесу жасайық, 3 белбеуді біріктірейік деген сынды бір мәлімдемесін жасаған болатын. Ал Жәнібек оған тағы да әзіл қалжыңдары аралас. Сен бұл өтірігіңді қашан қоясың? Дәл қазір біз саған келісімшарт жіберсек, сен қол қоймайсың ғой деп үстінен тағы да бір әзілдерін, әзіл-шыны аралас кішігірім мәлімдемесін тағы да жасап үлгерді. Енді бұл жерде кішігене былықпай шығып жатыр. Адамес пен Шираз шыға ма, Шираз бен Жәнібек шыға ма, немесе Жәнібек пен Адамес шыға ма. Енді арада бірнеше мәселелер туындап отыр. Немесе үшеуі де үш жаққа кетіп, үшеуі де басқа адамдармен жекпе-жек ұйымдастыру да мүмкін. Ең бастысы Топ Ранг пен Queensberry Promotion екеуі бірлесе отырып WBO-ға мәлімдеме жасады. Яғни өтініш білдірді. 3 қарашаға дейін бізге уақыт бере тұрыңыз. Тағы да біз келісіп алуымыз керек болып тұр деді. Келісе алмай қалатын болса, енді басқа да шешімдер шығады. Жалпы нақты мәлімдемелер шыққан кезде, Құдай қаласа, біз сіздерге тамаша етіп шығарылымдар шығаратын боламыз. Ал қазір Шираз бен Жәнібектің арасындағы жекпе-жекке азын-аулақ болжам жасаған болатынмын. Сол болжамды менің арнамнан көре аласыздар. Келесі жаңалық және бүгінгі жаңалықтардың қорытындысы бұл UFC жаңалықтары. Кеше ғана өздеріңізге мәлім UFC 308 турнирі өткен болатын. Испаниялық Илья Тапурия өз белбеуін сәтті қорғады. Керемет жекпе-жегі орын алды. Оған дейін енді бізге қатысы бар жігіттердің арасында Хамза Чимаев болған болатын және ол да бірінші раундта Уиттакерді бірінші раундтың өзінде қылқындыру әдісімен жеңген болатын. Енді бұдан кейін енді кішкене қызу талқылануда. Бұған дейін де бұл мәселе көтерілген болатын. Шафкат пен Чимаев арасында кішігірім тарих бар. Яғни көрермендер екеуінің арасындағы жекпе-жекті көргісі келеді. Неге? Себебі екеуінің де стильдері өте жарқын, бір-біріне тойтарыссыз, яғни тоқтаусыз шабуылдарды жасайды. Енді Чимаев ол күресі арқылы, грэпплинг арқылы қатты келетін болса, ал Шафкат Рахмонов ол жалпы көлемде базовый, барлық бокс болсын, күрес болсын, барлығымен қарсыласына үлкен қысым, давление жасайды. Және сол арқылы бұл жігіттердің екеуінің жекпе-жегі орын алатын болса, енді мықтыны анықтау шынымен де қиын болады. Сондықтан жанкүйерлерге бұл жекпе-жек шынымен де қызық шығар. Ал дәл қазір енді Шафкат пен Белалдың жекпе-жегі алда келе жатыр және бұл орайда Чимаевқа барлығы да Шафкатпен шығасың ба деп сұрақтарын жаудыруда. Енді ол шығам дейді, әрине, яғни жартылай орта салмаққа түсемін және жаңа Шафкатты жеңемін деген сөздерін айтуда. Енді бұның барлығынан түйетініміз алдағы уақытта Шафкаттың медиасы көтеріліп жатыр, ары қарай да көтеріле береді деген сөз. Себебі Шафкаттың өзінің бойындағы мықтылығы оның ең басты қаруы. Шафкатқа өз тілектеріңізді комментарийге жазыңыздар. Қырғыз бауырларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Неге? Себебі кешегі UFC 308 турнирінде Мықтыбек Оралбай есімді қырғыз жауынгері керемет жекпе-жек өткізді. Енді нәтиже жеңіліс болғанымен бұл жердегі овация, бұл жердегі UFC-дегі барлық Америка жұртының таңғалуы, қанды жекпе-жек ұйымдастыруы, яғни тоқтаусыз өзінің мықты жауынгер екендігін дәлелдей алды. Сондықтан да біз қырғыз бауырларымызды құттықтаймыз. Ешқандай еңсе түспесін. Алдағы уақытта бұл Мықтыбек Оралбай бауырымыз чемпиондық белбеуге таласады дегенге мен өз басым сенемін. Себебі рухы мықты екендігін, өзінің мықты екендігін тағы бір рет дәлелдеді.
Кешегі аптаның басында тағы бір маңызды жаңалық орын алған болатын. Жалпы UFC-де ресми дерек шықты. Ол Асу Алмабаев рейтингте өз салмағында 7-ші орынға жайғасты Николауды жеңгеннен кейін. Енді Асудың алдағы уақытта мансабы ары қарай өрге домалап топ 5-ке, одан кейін чемпиондық белбеуге ілге берсін. Соққардасымен бірге болғаныңа рахмет, чемпион. Соққысы мықты қазақтың жауынгерлері әлемді бағындыра берсін. Алға Қазақстан!